Сәлеметсіздер ме ата-аналар? Бүгін мен сіздерге мен секілді қайталатты ойынын ойнату бойынша өз ұсынысымды айтқым келеді. Ойынның мақсаты қазақ тілінде адамның дене мүшелерін дұрыс атай алуға және қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс дыбыстай алуға үйрету. Ойынға қажет заттық дамытушы орта, тақырыпқа арналған постер, түрлі үйлестірмелі материалдар, сонымен қатар тіл тарту жұмысын жасауға айна қажет. Ойынды бастамас бұрын алдымен айнаны алып тіл тарту жұмысын жасап аламыз. Ас, бір бас, не, бір дене, ыз, бір ауыз, ын, бір мұрын, ол, екі қол, яқ, екі аяқ. Ал ендеше ойынымызды бастайық. Тақырыпқа арналған постерді көрсетіп, әр дене мүшесін жеке-жеке атап, дұрыс қайталатқызамыз. Бас, шаш, көз, мұрын, ауыз, құлақ, қол, іш, аяқ. Жарайсыздар, енді ойыннан кейін әр дене мүшесі бізге қандай қызмет атқаратынын атап өтейік. Көзбен көреміз, мұрынмен тыныс аламыз, иіс сеземіз. Ауызбен тамақ ішеміз, дәм сеземіз. Құлақпен естиміз. Жарайсыздар, ең соңында мен сіздерге денемізге рахмет атты рефлексиясын жасауды ұсынамын. Көздерім көргеніне рахмет, құлақтарым еститініне рахмет, мұрным иісті сезгеніне рахмет, қолдарым қажетімді алып беретінін үшін рахмет, аяқтарым алыс жерге жеткізетінін үшін рахмет. Ал мен сіздерге назар аударып тыңдағандарыңыз үшін рахметімді айтқым келеді. Сау болыңыздар.